Көрермендер, бұл менің алғашқы саяхат блогым. Бұл саяхаттан сіздер өздеріңізге керекті ақпаратты толықтай ала аласыздар. Маған тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір қалдырыңыздар. Ассалаумалейкум достар. Алла қалап Грузия елі Кутаиси қаласына келіп қондық. Кутаиси қаласының паспорт контролінен өтіп алдық. Бұйырса әрі қарай енді бірінші бағыт ақша айырбастау. Шыққан бойда ақшамызды лариға, жергілікті ақшаға ауыстырамыз. Осындай билет алып 25 лариға. Осындай автобус сататын арнайы. Осы автобуспен бұйырса 4 сағат жол жүріп жетіп аламыз Тбилисиге. Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен бірге Қазақ Travel арнасы және мен Нариман Адай. Жүгенімізді қолымызға ұстап, тақымымызды қысып, грузиндер жеріне келдік, яғни Тбилиси қаласындамыз. Осындай керемет атмосферада қаланы тамашалап жатырмыз. Бұнда келгенде мақсатымыз, арнамыздың жалпы мақсаты көрермендерге тиімді саяхаттауды үйрету және грузиндер жерінен, яғни автопападан керемет көліктерді алып, оны рәсімдеу, Қазақстанға апарудың жолдары мен қыр-сырларын барынша сіздерге түсіндіріп кетуге тырысамын, пайдалы ақпарат беруге. Арнамнан алыстамаңыздар, пікір қалдырыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Кеттік, грузиндерді бірге тамашалайық. Билетті Атырау Кутаиси бағыты бойынша сатып алдым. Flyers-тан әуе компаниясы арқылы билетті 50 000 теңгеге сатып алған болатынмын. Және аэропортқа түскен бойда Кутаиси Тбилиси бағытында автобустың билетін 25 лариға, яғни 4700 теңге шамасына сатып алдым. Және достар, аэропорттан түсе берістен сразу доллар курстарыңызды лариға ауыстырып алғандарыңыз дұрыс болады. Здравствуйте. Достар, Тбилисидің орталығынан Силк деген өзбекский кухняға келіп заказ беріп отыр едім. Ағаларын көрсетіп жіберейін. Лағман, пловтар, 19 лари. Еще үш түрлі нәрсе тауып алып қараңызшы. Әлемнің барлық ас болсын деген сөздері барлық тілше жазылған, соның ішінде қазақ тілін тауып алып тұрмын. Достар, тамақтанып отырғандарыңыз болса ас болсын. Грузияның орталығындағы өзбек кухнясында жаңа берген тапсырысым келді. Міне плов, керемет дәмді дайындалған. Грузиядан азиатский тамақтарды табу өте қиын, жалпы. Өздерінің ұлттық тамақтары бұнда әсіресе оған біздердің үйренбеген. Сол себептен осындай кухняларға келуге кеңес берем. Плов деп аталатын Силк өзбек кухнясы. Тамақтанып алып достармен жаяу Тбилиси қаласының көшелерін араладым. Көшені аралап келіп, осындай керемет жерлерді көріп таңғалдым. Грузия көшелері бұл өте таза, таза европалық стильдегі көшелерге сай келеді. Әдемі ғимараттар, мүсіндер өте көп.
Бұл жақтың ауасы өте бір ерекше сезілді маған. Еуропалық стилдегі адамдар, әртүрлі ұлт өкілдері. Бұл жақтың ресми тілі грузин тілі және ағылшын тілі болып келеді. Сол себептен көшедегі жастардың көбі ағылшын тілінде сөйлейді. Әр жерге жиналған жастар, өлең айтып жатқан үлкен кісілер де бар. Достар, мынандай көшеде машинаның ішінде сауда жасап жатыр. Көре берсең, жүре берсең, көре бересің дейді. Достар, криптовалюта, биткоин, лайткоин. Биткоин, лайткоин шығаратын аппарат, терминал. Вот Европа дамып кеткен, Грузия. Достар, Грузияның тағы бір қызық жері, осындай керемет көшеде әрбір жерде орналасқан табиғи ауыз су салқын қамтамасыз етілгенді. Бізде Қазақстанда әрбір жерде магазинге кіріп сатып аласың да, мұнда любой жерден осылай басып суды тікелей ала бересіңіз. Қараш, керемет. Достар, табиғи ауыз су. Магазинде су сатып алып ішпейсің ғой. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы таң. Грузияда екінші күн, Алла бұйырса, Рустави қаласына көлік базарына бет алдым. Оған бару үшін өзіме жақын жердегі отельден Яндекс қосымшасы арқылы қалай баратын маршруттың тізімін қарадым. Соған көрсетіп берді. Осындай жасыл маршруттар 301 деген маршрутты күтіп тұрмын достар. Ортакчала деген автовокзал бар. Одан ары қарай екінші маршрутқа тұрамын бұйырса. Достар, сәттілік деп қойыңыздар. Жақсы көлік бұйырсын иншалла. Маршрутқа отырдым достар. Билеттің құны 1 лари дейді, 180 теңге примерно теңгемен. Достар, көлік базарына келіп жеттім. Артында тұрған көлік базары Автопапа, яғни украиндардың ашқан базары. Ал мына жағында жолдың Кавказус автобазары. Бұл енді кавказдықтардың ашқан базары деп айтады. Жалпы қазір көліктің бағаларын түсіреміз. Қандай көлік қажет екенін тауып алып, өзімізге арнайы көліктердің бағасын жазамыз. Hyundai Elantra 20 жылға объем 2 12500 дейді. 44.000 миль жүрілген. Пин-код міне. Салон серый комбинированный. Достар, семьялық осындай отбасыға арналған әдемі көлік, минивэн. Nissan Quest деген $9800. Дәл қазіргі бағасы 3/5 объем. 20 жылғы, жоқ, 19 жыл екен. Мына вин-код. Осындай әдемі. Дәл осы Nissanның қара түрі бар екен. $9800. 13 жылға 3/5. Достар, мына Elantra іздеген бауырлар 3,5 миллионға шегінгі деп осындай керемет Elantra бар. Әсіресе әйел адамдарға немесе спорт сүйер жігіттерге керемет цвет, қызыл түс,
2016 $8000 доллар. 2 объемда. Пин-код міне. Көтені осындай. Алдарыңызда Ford Fusion. Новый цветпен. 2015 2.5 $6700 доллар. Пин-код. Салон мынадай еще. Мультируль. Цвет бордовый цвет. Көтені осындай. $6700 саудаласаңыз 6000-ға да беру мүмкін. Honda Accord 21 жылғы. Пин-код 1.5. Баға жазылмаған бірақ. Өте әдемі. Цветі де әдемі. Нишан жағдайы да әдемі. Volkswagen Jetta 2017 1.4. Бағасы $8000. Еще тағы саудасы бар дейді. 2017 1.4. Повреждение. Ешқай жеріне соғылмаған вообще. По пин-коду тап-таза. Родной краскамен, айрбактар тап-таза. Идеальный бағада, идеальный машина. Volkswagen Jetta 2014. 2 объем. $5900. Люкпен. Это 5,5 берсе 2,700,000 тенге. Вот теңгемен. Нормально. По цене договоримся. 2019 по документам 20. Elantra 2 объем. $9,500 дейді. Ешқандай повреждение жоқ. Алдынан айрбактардың бәрі таза. Только багажник ауыстырылған дейді. Состояние идеальный. Бағасы да жақсы. 9,5-ға 2019 жылғы. Пробег какой, брат? Пробег 46 миль. 46 миль. 46 миль. Люкпен. Hyundai Tucson $16,500. 20 жылғы. 19,000 миль. 2.4. Пин-код. Салон осындай әдемі. Жағдайы өте жақсы сияқты. Көзбен пин-кодпен тексеріп аларсыздар. Mitsubishi Outlander 4.4 47,000 миль. 18 жылғы. 2.4 бензин. $15,000. Жағдай өте жақсы. Кроссовер 4 вода. Mitsubishi Outlander 2019 52,000 миль. Баға жазылмаған екен. Достар, көптеген көліктер қарадық. Соның ішінде бағасы тиімді көлік осы Elantra көлігі болып $8,000. 2016 жылғы. Повреждение алдынан болған. Базовый комплектация простой. Машина былай жақсы жалпы. $8,000. Жалпы негізі Elantra іздейтін болсаңыздар 16, 17, 18 жылғылар где-то $9,500 басталады. Жақсы состояние. Поехал фамилия, да, брат? Я вообще пистый, брат.
Если сегодня хочешь... А не показывает, вот Давай, вопрос. экспорт 80 без сигзи берег. Не. Вот не показывает через вин-код. Паспорт. Хочешь? Растаможка? Ой, блядь, бешеные деньги. Хочешь 8400? жігіттер түспей жатыр. Просто щиток на место поставил. Ходовка. Ходовой, я сказал, слева была удар. Я это сделал, алюминиевый свой оригинал. Гитару поставил, Сейчас. поставили, сапку. Түрлері мынадай машиналар да бар. Сұғынды беріп таған енді. 2013 5-7 дөңгелектері мынадай болып кеткен кәдімгі. Dodge керемет көтен, әдемі, жалпақ. Түрінен енді адам барғатын тұрысының өзі. Достар, бір қызық болатын, мен дұрыс машиналарға қарап кетсем, BM, Elantra, Merс. Мына жақта жігіттер аш. Вообще қатысы жоқ бір машина қарап жүр ғой. Вообще қатысы жоқ. Жасыл ма, не баяғы машиналар ма. Мынадай керемет минивендер бар. Майбах, Мерседес. И мынадай машина көріп болдым. Ford F150. Нағыз пикап. Жігіттердің машинасы. Түрін қараңдар жігіттер. Керемет қоян дөңгелектерін қарашы. $29.500 Ford 2017, 2.7 объем. Мындай. Есік кодпен ашыла ма бірдеңе. Іші енді жайқан енді. Ішінде жылауға болады екен отыр. Багажда керемет екен кәм. Түрінің өзі кәм. Ля деп тұрғандар ғой кәм. Этот, вот сейчас, я почему спросил, за сколько дает? Достар, Потому что грузиндік хозяин мне другие цены говорит, такие цены аукционер говорят жігіттің сумасшедшие. багажындағы Поэтому я всем машинаның говорю, знаете көліктерінің, что? сататын Давайте көліктердің это кілттері. так, я хозяину позвоню. Потому что хозяин потом по-другому. Если ко мне Адам пришли, осындай. я вам сказал бы 8 Көлік алып сатады. 800. А 8500 самый крайний. А потом хозяином разговариваешь, хозяин еще сбивает. Достар, бұйырса осы көлікті алып жатыр. Hyundai Elantra 17 жылғы. Повреждение бампер және оң жақ крыло. Пробегі 51.000 миль. Жағдай өте жақсы, родной краскамен тұр. Бағасын беріп жібердім. Достар, көлікті алып, алла бұйырса, қазір экспертке қарай кетіп жатыр. Тексертуге. Артымызда оншақты колонна тұрған очерт. Көлікті бұйырса тексеріп. Біздерше айтқанда криминалистер сияқты ғой, тексеріп көліктің дұрыс емес екенін біледі. Сосын бізге қолымызға талон береді, сол талонмен жайға барып оформление жасаймыз бұйырса. Көлікті тексеріп жатыр бұйырса. Осыдан кейін оформлениеге барамыз. Достар, әдеттегідей көлікті рәсімдеп болдық. Рәсімдеуге максимум 1 сағат уақыт кетті. Көк баптымызды алып, көліктің барлық кедендік тазартуын дайындап, көлікті енді бұйыртса Ресей мемлекетінде өтетін обеспечениеге апарып документін дайындаймыз. Көлікті қарап жіберіңіздер. Көліктің документтері, транзиттік нөмір және грузиннің өзінің техпаспорты, границадан өтетін қағазы және осындай бір нотариус сияқты ма бір қағаз. Мен түсінбедім қандай қағаз екен жалпы. Жалпы осындай құжаттармен 2016 жылғы Elantra бұйырса Қазақстанға жолға шықты.
Все. Дал шамана. Достар, әдеттегідей грузиндік дәстүр десем де болады. Бұл арнайы наклейка жапсыру рәсімі, нөмір, транзит нөмірді. Бұны алып жапсырудың өзі де бір бақыт. Көлікті табудың өзі бір бақыт. Осылай әдемілеп көлікке жапсырамыз. Бұйырса. Көлікке жапсырған кезде міндетті түрде осындай номер тұратын орынға немесе осындай жерге жапсыру керек. Мынандай бамперге, жоғарғы жағына, капотқа жапсыруға болмайды. Көрермендер, бір қуанышты сәтке келіп жеттік. Яғни Ресей мемлекетінде өтуге арналған обеспечение құжатымызды қолымызға алдық. Осындай көк папка Ресей мемлекетінде өтуге арналған арнайы осындай бір ішінде барлық сейф пакеттермен жасалатын құжаттар. Оның ішінде яғни СМР, транспортный инвойс бар. Осындай өзімізге қажетті құжаттар. Техпаспорт, көшірмесі. Осы құжаттармен енді алла бұйырса Ресей мемлекетінің СПК-сына тапсырып, ары қарай дальше Қазақстанға жүреміз. Жолдарың болсын, жігіттер, жолдағылар. Достар, бір айта кететін жағдай. Грузия жеріне келгенде міндетті түрде грузиндік асханадан дәм татыңыздар. Хачапури, хинкалидің дәмін көріңіздер, және де Боржоми мен натақтарының да дәмін татыңыздар. Міндетті түрде тек қана көліктерді қарап, көлікті алып кету емес мақсат. Бұл жерде Грузия жерінде көптеген әдемі, көрікті, әдемі жерлер бар да қыдыруға болатын. Табиғат аясы болсын, тарихи жерлер болсын, Грузияда өте көп таулы жер болғандықтан міндетті түрде Грузияға саяхаттаған кезде бірінші жоспар құрыңыздар. Арзан қонақ үй, бір жақсы восточный кухня тауып алыңыздар. Көлікті рәсімдедік, бұйырса алла бұйырса жолға шығамыз достар. Достар, Грузияға келгесін міндетті түрде осындай керемет, әдемі қала, Тбилиси қаласын міндетті түрде аралаңыздар. Тек көлік алу үшін емес, бұл жерге саяхат, қыдыру үшін де келуге болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, қанша ақша кеткенін, қалай құжаттарды рәсімдегенімізді, көлікті қалай таңдау керектігін барлығын нақты етіп түсіндіремін. Келесте бір өздеріңіздің еркілеріңізбен арнайы келу үшін видео жеткілікті деп ойлаймын. Маған тіркеліп пікір қалдырыңыздар, қандай көліктер ұнайды, қай жаққа саяхаттаймыз. Және де осы бір Грузияға келгесін Тбилисидің жергілікті бір кафелерінен міндетті түрде хинкали немесе хачапуридің, Боржоми мен натақтаридың дәмдерін татыңыздар. Ол да бір ерекше бір дәм береді, адамға энергия беретін бір сусын, өздерінің ұлттық тамақтары. Және осы видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер, себебі бұл жерде Грузия елінен бастап Ресей мемлекеті, оның ішінде Кавказ, Ингушетия, Дагестан, Чеченстан, Калмыкияның жерлеріне өтеміз. Керемет автотур, бұл жерде табиғатқа толы, бір сұлу табиғатты сезінесіздер, және солардан бір керемет энергия аласыздар.
бойда көлігіме жанармайды құйып, стандарт газ заправкасынан 1 литр 92-нің бағасы 58,50 рубльге тең болды. Яғни полный құйғанда бензин багым 45 литрға кетті. Ол 2667 рубльге тең болды. Жолда сақ болмасаңдар. Верхний Ларстағы, границадағы шерет мынау. Шеті жауы. Достар, таңның атысымен обеспечение қағазымыздың ішіндегі сейф пакет документі дайын болып, жолға шығып бара жатырмын. Владикавказға өттім, СВХ-дан шықтым, алла бұйырса, енді алда Владикавказ, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Калмыкия, ары қарай өзіміздің Астрахан деп кіріп барамыз бұйырса. Достар, ауыл амандығын беріп Дагестанның соңғы постына келдік. Енді алла бұйырса Калмыкияның постына барамыз бұйырса. Весовой контроль, салмақ өлшеу. Көреміз, қызметтер қандай болады екен. Өздерін тамашалайсыздар. Елге жеттік. Достар, аман есен Қазақстанның границасына кіріп жатырмық, шекарасына.